Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын амансыздар ма? Достар, мен жаңа ойланып қарап отырсам, негізі бізде қазақта бірлік деген дүние мүлдем қалмапты. Шынымен, қазақ қазақты қолдамайды, қазақ қазақтың етін жеп жүр да. Кәдімгі сөзбен айтқанда, қазақ қазаққа жау болып жүр. Өкінішке орай. Оның нақты дәлел ретінде мына нәрсені келтіріп берейін. Мен шығам мұсылманмын деп, менің қасымдағы адам шығады, ойбай мен тәңіршімін, қазақ ешқашан мұсылман болмаған, біз тәңірші болу керекпіз деп. Одан кейін біреуі келеді да Украинаны қолдайды, біреуі келеді да Ресейді қолдайды. Біреуі келіп жаңа билікті қолдаса, біреуі барады да жаңағы оппозицияны қолдайды. Я, әрине, әр адамның өзінің азаматтық позициясы бар, оған және қарсы шығуға ешкімнің құқығы жоқ, осыны білген дұрыс. Бірақ дей тұрғанменен де осының кесірінен қазақ қазаққа жау болып, қазақ қазақты боқтап жүр да, сөздің ашығы. Мен ойлаймын, бұл мәселені шешетін бір-ақ дүние бар, ол мемлекетшілдік ұғым. Мысалға, тарихпен айтып беремін сіздерге, я, Алтын Орда кезеңі, түркі қағанатын алып қарайтын болсаңыздар, ол мемлекеттердің көп руы қазақ рулары болды да, олардың бәрі жайдан жай барып бүйтіп жинала салған жоқ. Сөздің ашығы, оларда ол бастан мемлекетшілдік ұғым деген болды да, мемлекетшілдік деген дүние болды да, соның арқасында бәрінің басы бір болды. Ол рас. Одан кейін жаңа қазақ хандығына дейін құрып тастадық біз. Әрине, Совет өкіметінің кезінде біз ол мемлекетшілдік ұғымнан кішкене алыстап кеттік, бірақ қазақта әрқашан мемлекетшілдік деген дүние болған. Сондықтан ағайын, мемлекетшіл болайықшы, бәріміз бір болайық.